Сәлем достар, бүгін біз сырники дайындайтын боламыз. Әртүрлі рецепттерді пісіріп көрдім, бірақ мұндай болып шықпады. Сондықтан осы рецептпен бөлісейін деп отырмын. Бізге керегі құрғақ ірімшік. Ірімшіктеріңіз сәл дымқыл болса, марлының ішіне салып сығып тастайсыздар. Құрғақ болу керек. Құрғақ болғанда жақсы шығады біздің сырникіміз. Оған жұмыртқаны қосамыз. Бір жұмыртқа, үлкен жұмыртқа менде. Сіздерде жұмыртқаның көлемі кішкентай болса, 2 жұмыртқа қосасыздар. Одан соң өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қантты қосасыздар. Араластырып шығамыз. Араластырғаннан соң үйлеріңізде блендер болса, сонымен езіп шыққандарыңыз дұрыс. Сол кезде сырники өз формасын жақсы сақтайды және де жақсы болып дайындалады. Менде блендер болмағандықтан артынан қолыммен кішкене езіп жібердім. Қантымызды араластырғаннан соң міне ұнымызды саламыз. Мен 3 ас қасық ұн салдым. Міне осылай қолмен езіп жібереміз. Сол кезде комок ірімшіктер болмайды. Енді осыны домалақтап, қолымызбен домалақтаймыз. Одан соң стаканның көмегімен домалатамыз. Мінекей осылай. Формасы әдемі болып шығады, стаканмен істесеңіздер. Осылай барлығын істеп шығамыз. Осы сырникидің ең бастысы, ең жақсы шығуының құпиясы, яғни біздің творог ірімшігіміздің құрғақ болуы. Құрғақ болса өте керемет болып шығады. Міне дайын болды. Табамызға сары май немесе сұйық майымызды құямыз. Осыған салып пісіріп аламыз, қатты қызартпай. Енді мына жерде қатты қызарып кетті. Қатты қызартпай қой салыңыздар болады. Ашық қоңыр түсте болса жақсы. Екінші жағын аудардық. Он 15-20 секундтай осылай крышканы жауып кішкене пісіріп аламыз. Міне менің сырникиларым дайын, өте дәмді, өте керемет болып шықты. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін, өте дәмді болып шықты. Осы рецептпен күшті шығады. Жасап көріңіздер, маған тіркеліңіздер.